Құйрық майдың сіз білмейтін қандай пайдасы бар? Белгілі жазушы, тарих зерттеушісі Жадиш Шәкенұлы құйрық майдың емдік қасиеттері мен оның қандай ауруларды емдейтінін айтты. Халық емшілері қолданған. Алдымен ол қазақтың көшпелі өмірін көргенін, әрі халық емшілері құйрық майды қалай пайдаланғанын айтып берді. Балалық және жігіттік шағым Қытайға қарасты Алтай тауының теріскей бетінде өтті. Қой баққан малшыларды түйенің бидасын жетелеген көшті көрдім. Далада киіз үй тігіп, көктеу, күзеу, жайлаудың не екенін біліп өстік. Соның арқасында құйрық майдың қалай пайдаланатынын білемін. Мысалы 1983 жылы мен 16 жаста болдым. Осы уақытта әкем мен шешем қазақ емшілеріне баратын. Сонда оларға құйрық май қосып, дәрі жасап беретін дейді. Сондай-ақ Жадиш Шәкенұлы дәрінің қалай жасалатынын, оның қандай ауруларды емдейтінін түсіндірді. Дәрінің қалай жасалатынына тоқталайын. Сынаптың жарты бидайға тең келетін тамшысын 2 үлкен қасық құйрық майды араластырып, әбден ерітеді. Мұны қазақтар өлтіру дейді. Бұл дәрі арқылы теміреткі, ешкі қотыр, күйдіргі, күбірткі және тағы басқа қотырлардың түрін емдеу үшін пайдаланған дейді жазушы. Және сәбиіңіз сымбатты болып өседі. Құйрық май баланың жұмсақ балғын терісін жұмсартып, қан айналымын реттейді. Жазушы нәресте қол-аяғын керіп созғанда сәбидің буындары жазылып, денесі сымбатты болып өсетінін айтты. Бұл майдың біз білетін және білмейтін емдік қасиеттері көп. Атап айтсақ, құйрық май мен бөбектің денесін сылағанда, бұл олардың дені сау, қуатты болып өсуіне ықпал еткен. Сондай-ақ тұмау тимейді. Сондықтан бұрындары нәрестенің аузына құйрық май салған дейді Жадиш Шәкенұлы. Тұмауға қарсы таптырмайтын ем. Сонымен қатар жазушы балалар мен ересектер салқын тигенде құйрық майды ыстық күйінде қасықтап ішсе, бұл адам ағзасына шипасын тигізетінін атап өтті. Құдайға шүкір, 8 балам бар. Олардың тамағы ауырғанда дәрі ішіп, жөтелі басылмай қойған кезде балаларыма құйрық майды ертіп бере қоямын. Бұл майды ерітудің 2 жолы бар. Біріншіден, құйрық майды ериткеннен кейін оны бірден пайдалануға болады. Екінші жолы да бар. Еріткеннен соң оның үстіне су қойып, біраз қайнату керек. Сонда піскен құйрық май болады. Оған сарымсақ қосып, біраз суыған соң 4-5 шай қасығын балаға беру керек. Келесі күні балаңыздың тамағының ауырғаны басылып, сарылдағаны кетеді дейді ол. Сұхбат барысында Жадиш Шәкенұлы бұл май туберкулез ауруын емдеу үшін де қолданғанын айтты. Құйрық майдың басты қасиеті жұқпалы туберкулез ауруын емдеуінде. Ашытылған қымыздың ішіне құйрық майды сәл ғана күшала салып араластырады. Кейін май қымызға сіңеді де сап-сары қою болады. Оны туберкулез, тыныс жолы ауруларын емдеу үшін ішеді. Қазақ емшілері дәстүрінде осындай тәжірибе бар деп түйіндеді сөзін жазушы. Сондай-ақ қазақ халқы қыстың аязды күнінде бет үсімес үшін құйрық майды жаққан, қол немесе аяқтың тілінген жеріне құйрық майдың тілімін таңып қойған. Ол жараның тезірек жазылуына септігін тигізеді дейді. Осымен біздің пайдалы ақпаратымыз аяқталды. Сізге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.